Енді музыкалық ырғақты жаттығуларын жасап алайық. Кәне енді қолымыздан ұстаймыз. Шеңберде жүреміз. Енді орнымызға отыра қояйық. Балалар, мен қазір сіздер бірге ойнаймыз, бірге күлеміз, тату-тәтті жүреміз. Ол кім деп ойлайсыңдар, балалар? Кіммен сен тату-тәтті ойнайсың? Кіммен? Достарыңызбен, достарыңызбен. Сіздер барлығыңыз да доссыздар ма? Доссыз, біздер барлығымыз да доспыз. Енді қараңдар балалар, біздің осы Қазақстанда көп ұлттар өмір сүреді. Олар да бір-бірімен өте дос. Қараңдаршы балалар, біздер қай ұлтпыз? Қазақ ұлт екенбіз. Бізбен бірге тағы қандай ұлт тұрады? Орыс ұлты да тұрады. Біздер тағы қандай ұлттарды білеміз? Өзбек ұлтын біледі екенбіз, қараңдар. Әрбір ұлттың өзінің аспаптары бар. Әрбір ұлттың өздерінің киімдері бар. Қараңдар, өздерінің билері бар, өздерінің әндері бар. Барлық ұлттарда өздерінде ән бар екен. Енді қарап қазір астарыңыздағы карточкаларды алыңыздар. Дайындалып отырамыз. Қазір енді осы қазақ, орыс және өзбек ұлтының әуенін тыңдап, сол сіздерге берілген карточкалар арқылы соны көрсетіп отырамыз. Қазір енді әуенді тыңдаймыз бірінші. Содан кейін сол 3 карточкамызды ұстап отырамыз да, сол карточканы көрсетеміз. Қане, енді жақсы İbrahim dursun biz seninki. Orus oldu diye batırız, orus oldu. Gelirse hemen. Бұл не қандай ұлт? Қазақ. Өзімізді қазақ ұлтымыздың әуені екен, келесі тыңдаймыз. Өте жақсы өзбек ұлт екен, өзбек. Астына қайтадан қоя қойыңыздар. Енді, кәне жақсылап отырып алайық, даусымызды жаттығып, әнімізді осы қараңдаршы енді, қараңдар. Біздер тақтаға қараймыз. Осы тақтада біздер жаттайтын әніміздің
суреттер тұр, сендер қалай жаттайсыңдар, қалай тез жаттау керегін осы тақтаға қарап білеміз. Келесі. Не қарады? Ортақ бізге жер шары, төбем, мен айтшай, төбемізде бір аспан, барлық ұлттың баласы, достығымыз жарасқан деді. Енді ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан деп екі рет қайталаймыз. Бірге қайталайық, е? Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Енді барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан дегенге достық деген ән екен. Енді осы бірінші шумағын жаттап үйреніп алайық. Бірінші шумағын, қане? Маған көрмей тұрсыңдар, е? Осылай тұраяқтар, солай жаттайық кішкене. Болды, қатты жақындамаймыз кішкене атқа. Ортақ мекен жер шары деді. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Ортақ мекен жер шары, төбемізде бір аспан. Барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Барлық ұлттың баласы достығымыз жарасқан. Енді туыспыз біз бәріміз, бір отанды сүйеміз. Айтпайшы? Туыспыз біз бәріміз, бір отанды сүйеміз. Бақытты елде туған соң, бақытты өмір сүреміз. Кетті. Туыспыз біз бәріміз, бір отанды сүйеміз. Туыспыз біз бәріміз, бір отанды сүйеміз. Бақытты елде туған соң, бақытты өмір сүреміз. Бақытты елде туған соң, бақытты өмір сүреміз. Жарайсыздар, орындарыңызға бара қойыңыздар. Енді балалар, жоқ, орындарыңызға отырмай, келіп кәне тұра қояйық. Екі-екіден балақайлап бейнелейміз. Кәне? Тұрамыз. Екеуден. Екеуден тұрамыз. Екеуден. Сен екеуің. Аяқымен қаражамен. Сен екеуіңіз. Сен кәне. Кәне, енді біріміздің артымыздан біріміз жүреміз. Осы сабағымен тұрамыз. Аяқтарды біз соғамыз, аяқтарды біз басамыз, секірейік біз биікке ағатай, оңға солға бұрылайық балықтай, шеңбер бойын біз ойлайық ла-ла-ла-ла-ла-ла, қуаласып біз ойнайық ла-ла-ла-ла-ла-ла, шеңбер
Аспаптарымызға қасықтарды, сылдырмақтарды алып, оркестр жасаймыз. Әне тұрып алайық. Тұрып алайық. Тез тұрып алайық. Қасық, сылдырмақ және сымызғы. Сылдырмақ алып, тұра қояйық және. Енді қазір кішкентай оркестр жасаймыз кішкентай. Қатарға жастап тұрып алайық. Кішкентай оркестр жасаймыз. Ойнамай тұрсаңыз, сен алмай тұрсың, сымызғылардың басына